Баршаңызға сәлем. Қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Қуық қабынса тұзбен емделіңіз. Жаздың ыстығында шомылуға жиі баратынымыз рас. Ондайда жұқпа түскеннен немесе салқын су әсерінен қуық қабынуға ұшырап жатады. Бұл көп адамға таныс жайт. Егер сізді де цистит мазаласа, жылдам жәрдем ететін төмендегі мына әдістерді қолданып, тезірек сауығып кетіңіз. Шағын қалтадағы тұзды ыстық табаға салып қуырып, мақта матадан тігілген дорбаға сала. Сосын қызған тұздың үстіне ол суығанша жалаң аяқ тұру керек. Осындай әдісті 6 рет жасасаңыз, құлан таза айығып кетесіз. Тұздың бір қасиеті тез ысып, өте баяу суиды деп жазады Ауырмаңыз газеті. Мұндайда табаннан өткен жылу бүкіл денеге тарап, түрлі аурудың алдын алып отырады. Цистит жиі мазаласа түймедақ, мың жапырақ қырмызының әрқайсысынан 2 ас қасықтан алып, оны 5-7 литр суда баяу отта 10 минут қайнатыңыз. Оның ыстық буына кем дегенде 2 сағат отыруыңыз керек. Таңертең және кешке, яғни күніне 2 реттен 10 күн қайталаған тиімді. Бірақ бұл ваннадан кейін жылы оранып алуды ұмытпаңыз.